Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен пиццериядағыдай жұп-жұмсақ шығатын пиццаны үй жағдайында қалай жасауға болатынын көрсетемін. Алдымен жылы суға 2 шай қасық қант салып араластырып, 2 шай қасықтай ашытқы және 1 ас қасық ұн салып араластырып, көпіршіктеніп көтерілгенін күтеміз. Ашытқымыз көтерілген соң ұнға құйып, тұз салып, зәйтүн майын құйып, болмаса сұйық май, қалған суды құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай сәл-пәл қолға жабысатындай жұп-жұмсақ болуы керек. Қамырды теңдей етіп үшке бөліп, қолымызға май құйып, көше жасап, ашығанша жылы жерге қойып қоямын. Мен духовкаға, яғни газдың астындағы пешке жарығын ғана қосып қоямын. Сонда шамамен 1,5-2 сағат арасында көтеріледі. Айтпақшы, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Қамыр көтерілгенше салмасын дайындай береміз. Мен бүгін пепперони, болонезе және мексикано пиццаларын жасаймын. Пиязды қуырып, үстінен сарымсақты қосып, 1-2 бұлғап араластырып аламын. Тартылған етті салып, 1-2 минуттай қуырып алған соң дәмдеуіштерді салып, 1-2 араластырып, оттың астын басып, қақпағын жауып, 10 минуттай бұқтырып аламын. Мінекей, қамырымыз 2 есе болып көтеріліпті. Қайта қамырды илемейміз. Осы тұрғанда алып, пергамент қағазына ұн сеуіп, қолымызбен немесе оқтаумен жаямыз. 3 қамырды да бірден жайып, бетіне салмасын салып дайындап қоямыз. Бірінші пепперони пиццасын жасаймыз. Қамырдың бетіне мен кетчуп жағамын. Ірімшікті сеуіп, қызанақ пен шұжықты жұқалап турап алып, бетіне қойып шығамын. Келесі қамырды оқтаумен жайып көрсетейін. Дәл алдыңғыдай пергамент қағазына ұн сеуіп алып, қамырды жайып шығамын. Оқтаумен жайғандықтан шет-шеті жалпақ болып, бортик болмай қалады. Сондықтан шетін ішіне қайырып, бортик жасаймын. Мексикано мен болонез пиццасының айырмашылығы тәтті және ащы бұрышында. Яғни болонезе пиццасына тәтті бұрыш қосылмайды. Мен аз-аздап қосып жіберемін, бетіне тартылған еттен саламын. Мексикано пиццасына тәтті бұрышпен бірге ащы бұрышты салуға болады. Мен донерге беретін халапеньо бұрышын салып жіберемін. Пиццаны пісірер кезде біздің пешіміз ішіндегі противеньмен бірге барынша жоғарғы градуста қызып тұруы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай пергаментпен жұмыс жасаған ыңғайлы. Қызып тұрған табаны теріс қаратып алып, үстіне пиццаны қоямын. Пиццаны мен 10 минут арасында пісіріп алдым. Шамамен 6-7 минут өткен соң қарап тұрыңыздар, беті қызарған соң шығарып аласыздар. Бірінші бізде мексикано пиццасы пісті. Қамыры сондай жұмсақ, салмасы көп, сондықтан үйдің пиццасына жетпейді. Осы рецепт ұнаса арнама лайк басып тіркеліп қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Мінекей пепперони пиццасы дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.